Құқық әлеміне саяхат. Мақсаты өзінің құқығы мен міндеттерін түсініп білу арқылы өзіне сеніммен қарау. Жалпы құқық дегеніміз жалпыға міндетті мемлекеттік беретін мінез-құлық ережелерінің жиынтығы. Жалпы баланың әлеуметтік қорғалуға құқығы, өмір сүруге, денсаулық сақталуға, демалуға деген құқықтары бар. Келесі ол азаматтық құқық. Азаматтық құқық дегеніміз азаматтық заңдарда көрініс тапқан мүліктік немесе мүліктік емес жеке қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы. Одан кейінгі бізде мемлекеттік құқық. Мемлекет пен құқықтың жалпы заңдылықтары туралы, олардың мәні, мақсаты және қоғамдағы дамуы туралы жалпыланған білімдер жүйесі. Конституциялық құқық қоғам мен мемлекеттің құрылысының негіздерін және адам және азамат құқығын, бостандығы мен міндеттерін реттейді. Еңбек құқығы. Еңбек құқығы дегеніміз еңбек дауларын қарастыру бойынша қатынастар және еңбекті қорғау және бірқатар басқалары бойынша қатынастар. Әкімшілік құқығы. Мемлекетті басқарудағы қоғамдық қатынастарды реттейтін және әкімшілік құқық бұзушылығын жасағаны үшін жауапты белгілейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығының саласы. Отбасының құқығы. Отбасылық құқық отбасыдағы қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қылмыстық құқық заң шығарушы органдар қабылдаған қылмыс пен жазадан босатуды белгілейтін нормалардан құралады. Назарларыңызға рахмет.